Сәлем достар, сіздерге Телеграмда KZTTS бот деген ботпен таныстыратын боламыз. Бұл сіздің мәтініңізді аудиоға аударып береді. Осы ботқа кіріп, старт деген батырманы басып, ішінде ер адамның және әйел адамның аты тұрады. Ер адамның даусына или әйел адамның даусына аударсаңыздар болады. Мінекей мәтінді жазып жатырмын. Енді осыны қазір аудиоға аударады. Менің есімім Дәулет, сенің есімің кім болады? Қай жақтың тумасың? Міне осылай аударылды. Енді мен жазам, менің есімім Назгүл болады деп. Маңғыстаудың тумасымын деймін. Осы мәтінді енді Айгүлдің даусына саламыз. Айгүлді таңдап алайық. Енді мәтінді жібереміз. Менің есімім Назгүл болады. Маңғыстаудың тумасымын. Енді мамандығыңыз қандай деп жазамыз. Мамандығыңыз қандай? Осылайша кез келген мәтініңізді аудиоға жазып береді. Мен дауысын таңдадым. Енді мамандығым агроном деп мысал ретінде жазамыз. Мамандығым агроном. Танысқаныма қуаныштымын. Енді тағы бір мәтінді іздеп қарайық. Google-ден мысалы алдағы домбыра күніне арналған мәтінді алатын боламыз. Соны аудиоға аударуымыз керек. Осы мәтінді копировать етіп аламыз. Telegram ботқа вставить етеміз. Мына жерден Дәулет пен Айгүлдің біреуін таңдаймыз. Енді мәтінді вставить етеміз. Жетісу ауданында ұлттық домбыра күніне арналған алтын домбыра Жетісу әуені жамбасына қаржыландыру аясында балалар арасындағы байқау 2 шілде күні сағат 12:00-де Серіков көшесі 2 мекенжайындағы Гүлдер саябағында өтеді. Медеу ауданында 30 домбырашы мен Медеу ауданының жалпы білім беретін мектептері оқушыларының қатысуымен шағын флешмоб 1 шілде сағат 10:00-де Зенков көшесі жағынан 28 гвардияшы панфиловшылар атындағы саябақта өтеді. Мына мәтіндегі сан есімдерді жазбаша түрде жазып, қайтадан өңдеуге болады аудиозаписті. Мысалы, 2 шілде деп жазамыз. 2 шілде деп оқып кетіп тұр да ол. Ал астыңғы жағында мысалы 28 гвардияшы панфиловшылар деген 28 дегенді жазбаша түрде жазып, қайтадан өңдеп аудионы жіктеп алатын боламыз. Жетісу ауданында ұлттық домбыра күніне арналған алтын домбыра Жетісу әуені жамбасына қаржыландыру аясында балалар арасындағы байқау 2 шілде күні сағат 12:00-де Серіков көшесі 2 мекенжайындағы Гүлдер саябағында өтеді. Медеу ауданында 30 домбырашы мен Медеу ауданының жалпы білім беретін мектептері оқушыларының қатысуымен шағын флешмоб 1 шілде сағат 10:00-де Зенков көшесі жағынан 28 гвардияшы панфиловшылар атындағы саябақта Егер де өтеді. өзіңіздің дауысыңыз өзіңізге ұнамаса, осы дауыстарды алып, кез келген жарнама, хабарландыруларды жасап алсаңыз болады.